Сәлем достар, сіздерге бүгін тауық етінен жасалатын өте дәмді пирог жасап көрсетемін. Арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Айранға тұз, сода, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Айранда реакция жүреді. Үстіне сары майымызды бөлме температурасындағы және ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырымызды начинкамызды дайындағанша холодильникке саламыз. Начинкамызға кірісеміз. Тауықтың төс етін майдалап турап аламыз. Бұл жерде кез келген етті қолдансаңыздар болады. Фарш түрінде, сиырдың, қойдың етінде пайдалана беруге болады. Картоп пен пиязымызды да майдалап турап саламыз. Менде 3 кішірек картоп пен 1 үлкендеу пияз кетті. Және қалауымыз бойынша тұз, бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Табамызды майлап аламыз және қамырымызды екіге бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды осы видеодағындай салып, ішіне начинкамызды салып, бетіне екінші бөлік қамырымызды жабамыз. Фаршымыз құрғақ болып қалмас үшін бетіне сары майымызды қойып шығамыз. Пирогымыздың шетін видеодағындай түйіп шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз және күнжіт сеуеміз. Пирогымызды 170 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді, тойымды пирог. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.